Мен түсіретін болсам, мен сіздің үстіңізден шағымданамын. Шағымданыңыз. Азаматтық істің 145-ші бабымен мен сізге ескертемін. Сіз түсіре алмайсыз мен рұқсатымсыз. 145-ші бапта не айтылған? Менің рұқсатымсыз мені түсіре алмайсыз деймін. 45-ші бапта не айтылған? Менің рұқсатымсыз сіз түсіре алмайсыз деймін. 145-ші бапта не айтылған? Мен сізге айтып жатырмын. Мен азаматтық шағым көрсетемін, сотқа беремін. Сіз өшіріңіз. Менің рұқсатымсыз түсіре алмайсыз. Сізге айтып отырған міндетті емес, мен сізге ескерттім. Не үшін ескертесіз маған? Мен сізге ескерттім. Не үшін ескертіп Сіз менің рұқсатымсыз түсіре алмайсыз. Мен сізге әлде айтамын. Не үшін ол? Сіздер де жазыңыздар арызына түсіңіз. Кім еді аты жөні? Айтпаймын мен. Біздің редакция Бекзат Саттархан Бөлтек ауданында орналасқан нөмірі 21 кәсіптік техникалық колледжінде студент қыздар төбелесі орын алған жерде болды. Оқиғаға осы аталған Мөлтек ауданның учаскелік қызметкерлері сол жерде бола тұра ешқандай арыз алмай, тек видеоға түсірме деумен болды. Ең болмаса заң шеңберінде бір учаскелік қызметкер өзін таныстырудың орнына аты жөнін айтпайды. Екіншісі аты жөнін айтса да журналистке қызмет куәлігін көрсетпей түсірмеңіз 145-ші баппен болмайды дейді. Құрметті Түркістан қаласының учаскелік полиция қызметкері. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарының 20-шы бабы 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші тармақшасы негізінде түсіруге толық құқығы бар. Ал сіз айтқан 145-ші бап Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде өз бейнесінің құқығы деген бап. Жеке тұлғаларға, қайтыс болған жандарға арналған, ал сіздер мемлекеттік орган қызметкерісіздер. Ендігі кезекте бұл болған оқиғада жедел қимылдап, арыз шағым алмау мәселесі және өзін таныстырмау бойынша құзырлы органға шағымданамыз. Болған оқиғаның толық негіздегі нұсқасын келесі репортаждарымыздан көрсететін боламыз.